Мен қазір ескі Түркістан қаласының 4 қақпасының бірі Жеті ата қақпасындамын. Бұл қақпаның Жеті ата аталу себебі осында Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың 7 шәкірті жерленген. Соның бірі Баба Арап болған. Міне мен келе жатқан көпір ел аузында Баба Арап көпірі аталып кеткен. Енді сол Баба Арап атамыздың шыны аты Баба Машын. Оның хикаясы былай болған. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың заманында Қорасан жерінде Баба Машын атты ғұлама өмір сүріпті. Ол ғұлама елге бірнеше кереметтер көрсететін болған. Сонда Қожа Ахмет Яссауи бабамызбен айтыспақ ниетте Яссы қаласына келіпті. Сонда Қожа Ахмет Яссауи бабамыз оған әдеп көрсетіп, сонша алыс жерден келдіңіз, бір-екі күн бізге қонақ болыңыз, демалыңыз, сосын сұхбаттасармыз деп қонақ үйге жайғастырады. Ертесіне ілім тартысу мақсатында Қожа Ахмет Яссауи бабамызға жолығады. Міне сол кездері өзінің кереметін көрсетпекші болып, көкке көтеріліп, енді ұша бергенде Қожа Ахмет Яссауи бабамыз жанындағы шәкірттеріне ұстап, оны ұстынға байлаңдар деп бұйырады. Сосын арқасына 500 дүре соғыңдар деп әмір етеді. Шәкірттері айтқанын орындайды, 500 дүре соғады. Сонда қыңқ деп дауыс шығармайды Баба Машын. Сонда Қожа Ахмет Яссауи бабамыз 501-ші дүрені де соғыңдар деп бұйрық қылады. 501-ші дүрені соққан уақыттары Баба Машынның құлындай шыңғырған дауыс шықты. Сонда көріп тұрған көп қалайық Яссауи бабамызға қарап, бұл не керемет деп сұрады. Сонда Қожа Ахмет Яссауи бабамыз оның арқасына жабысқан үлкен бір жын бар еді. Соның әсерінен бұл өзін ғұлама сезінетін және көкке көтеріліп ұшатын еді. Енді сол жын кетіп қалды 500 дүре соққаннан кейін. 501-ші дүре оның жалаңаш денесіне тигеннен кейін құлындай шыңғырды дейді. Сөйтіп оның сыры ашылады. Сонда Баба Машын атамыз өзінің қателігін түсініп, Қожа Ахмет Яссауи бабамызға жасаған әдепсіздіктеріне кешірім сұрайды. Сөйтіп Қожа Ахмет Яссауи бабамызға шәкірт болады. Бірнеше рет хилуетке түсіп, рухани жетілгеннен кейін бабамыздың белгілі халифаларына айналады. Баба Машын атамыздың кесенесі менің арқа тұсымда тұр.